Бәріне сәлем. Бұл видеода қалай YouTube каналды нөлден ашуға болады және YouTube канал ашарда настройкалар шығады, сол настройкаларды дұрыс қою қалай маңыздылығын түсіндіріп, жалпы осы YouTube каналды ашатын боламыз. Сондықтан соңына дейін көріңіздер, бұл жақта маңызды бір настройкаларды айтатын боламыз сіздерге. Қараңыздар. Ең бірінші, егер сіздерде бүйтсеңіздер, ең бірінші сіздер дұрыстау Google почта таңдап алыңыздар. Неге? Себебі сіздер бір қазіргі бір сіздердің YouTube каналдарыңыз бар делік, ол YouTube каналдарыңызды мысалы страйк алған болатын болса, сіздер жаңа каналда тура сол страйк алған YouTube каналыңыздың почтасын ашатын болсаңыз, сіздің сол жаңа каналыңызға кері әсерін тигізіп кетуі мүмкін. Сондықтан бірден дұрыстау Google почтаға ашсаңыз дұрыс болады. Сосын ол Google почтаңыздың паролін білесіз ба, соның бәрін дұрыстап біліп алыңыз. Себебі сіз YouTube каналды ашып, барлығын әдемі қылып келе жатып, егер сіз паролін білмей тағы да, енді паролін білмей қалған, енді шешуге болады оны. Егер бір страйк алған жағдайда болатын болса, сізге ол кері әсерін тигізеді, сосын қаншама еңбегіңіз бірден зая кетіп қалады да. Сондықтан дұрыс Google аккаунт аша салыңыз бірден. Сіздер ашып болғаннан кейін YouTube деп жазасыздар. YouTube-ға кіріп аласыздар. YouTube-ға кіріп алғаннан кейін мына жақта міне сіздер создать канал дегенді басасыздар. Сосын мына жерге сіздердің каналдарыңыздың аттарын қоясыздар. Мысалы Арман Шаймерден емес, мысалы біз қояйық бір Алматы деп қоясыздар. Алматы, Қазақстан деп қоясыз. Мына жаққа сіздер псевдоним, яғни мысалы бір Алматы деген сияқты бір ағылшынша, анау Инстаграмда болады логин деген, сондай бір неңіз қоясыздар. Создать канал деп басасыздар. Міне, подождите дейді. Болды, сіздерде создавать етілді. Енді сіздерге ең басты бір настройкаларын айта кетейін. Міне бізде канал ашылды. Настроить вид канала деп басасыздар. Творческий студия YouTube-қа лақтырады сіздерді. Сіздер мына жерде главная страница, мына жерде сіздер трейлер қоя аласыздар, мына жерде прикольной видеоларды қоя аласыздар. Мына жақта бір разделдер жасап қоя аласыздар. Брендинг, бұл жерде логотип қоясыздар, мына жерде шапка. Брендинг бөлімінде аватарка, шапка қоя аласыздар. Шапка қалай дұрыс жасау керек, қалай жасау керек жалпы. Соны мен осындай видео шығарған, бірақ ондай қатты маңызды емес шапка. Егер сіз өзіңіздің мысалы бір маман иесі болатын болсаңыз, түріңізді қойсаңыз, мына жаққа баннерде ондай қатты маңызды емес. Логотип каналын мына жерге бір PNG форматында салсаңыз болады. Бір өзіңіздің брендіңіздің логотипін ба, білмеймін. Мына жерде название канала, қайтадан өзгертсеңіз болады. Мына жерде псевдоним, мына жерде описание канала, яғни сіздер каналдарыңыз не туралы, мына жаққа ең негізгі, мысалы SEO оптимизацияға, яғни іздеген кезде сіздің каналыңыз тауып алатындай сөздер істесеңіз болады. Мысалы дәрігер болатын болсаңыз, дәрігермін, анау-мынаумын деген сияқты. Сосын мына жақта URL каналы, бұл жақта URL каналды да өзгертуге болады. Контактная информация, бұл жақта енді өзіңіздің неңізді қойсаңыз болады, электронный почтаңызды. Және басқа да сілтемелер қойып кетсеңіз болады нелерге. Мысалы мына жақта Instagram деп жазып, Инстаграмыңызға, сосын мысалы телеграмыңыз болса телеграмға, бұл жақта өте мұқият болыңыздаршы, қойыңыздаршы. Мысалы сіздер дәрігерсіздер ма? Просто өзімнің бір басымнан өткен жағдайды айтып кетейін. Мен программист іздедім да, маған сайт жасай алатын бір адам керек болды. Сосын мен YouTube-қа кіріп сайт жасайтын адамдарды көрдім да, қазақ тілді. Содан кейін көп енді бар екен каналдар, бірақ олар жазбайды да, Инстаграмын жазбайды, телеграм жазбайды, просто видео салып қойған. Олар не үшін салып жатыр білмейді да. Сіздер енді тағы да бір пайдалы ақпарат айтып кетейін. Мысалы YouTube канал бастасаңыздар, сіздердің бір мақсаттарыңыз болу керек та. Мысалы менің мақсатым қандай? Шындығымды айтайын, мақсатым қандай мен сіздерге видео салып жатқан. Бірінші мақсат пайдалы ақпарат беру. Яғни сіздер пайдалы ақпараттарды, мысалы мынандай да, воронка сияқты да. Бірінші мен сіздерге пайдалы ақпараттар беретін видео шығару. Ол пайдалы ақпараттарды көреді да, вау, шынымен пайдалы деген сияқты өзінің практикадан өткізгеннен кейін, пайдасын көргеннен кейін ол вау дейді да. Содан кейін бұл тағы телеграм бар дейді. Телеграм бар деп айтамын. Телеграмыма кіреді, телеграмдағы да пайдалы ақпараттарды алады тегін. Сосын ары қарай тағы ақпараттар алғысы келеді. Одан кейін менің енді ақылы бір марафондарымды, яғни маған ақша төлейді. Міне менің сонда түпкі мақсатым ол пайда келтіріп ақша табуды, ақша ғой былайша айтқанда. Вот. Сіздердің де мақсаттарыңыз қандай? Мысалы, программистсіздер ма? Сіздер мысалы сіздердің мақсаттарыңыз, яғни клиент тарту болатын болса, сіздер
міндетті түрде мына жаққа тастап кетуіңіз керек сілтемелер қалай сіздермен байланысқа шығуға болады дегенді. Мысалы сіздер просмотрдан ақша табасыздар ма? Просмотрдан ақша тапсаңыздар мына жерге сілтеме қойып керек емес. Себебі сіздерді мысалы бір маман иелері сіздерді қалай байланысқа шығуға болады деп іздемейді адамдар, сіздердің видеоны көретін адамдар. Сіздердің видеоңызды адам көретін адамдар мысалы вау қызығына кіру үшін ғана көреді да. Сіздер кім жасап жатыр видеоны, сіздерге ол маңызды емес көрермендерге. Сондықтан сіздер егер просмотрдан ақша табамын десеңіздер сілтемелер қойып керек емес сіздерге. Ал егер шынымен бір брендіңізді, өзіңіздің жеке брендіңізді дамытқыңыз келсе, осы жаққа міндетті түрде сілтемелерді қойып кетіңіздер. Келесі мен сіздерге енді настройкаларға көрейік. Мына жерде доллар деп тұра берсін, себебі бұл жақта теңге деп ешқандай қоймай қойыңыздар, доллармен тұра берсін. Канал деген жерде мысалы мына жерде основной страна проживания, мына жерге қоймай қойсаңыздар да болады, қойып кетсеңіздер де болады, Қазақстан деп өздеріңіз білесіздер. Ол жерде ключевой слово мына жаққа сіздердің дәрігер деп жазып керек емес хатта. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің брендтеріңіз. Мысалы менің брендім Арман Шаймерден. Мені мысалы Арман Шаймерден деп іздеуі мүмкін да. YouTube продюсер керек деген кезде Арман Шаймерден есіне түседі. Арман Шаймерден деп іздеуі мүмкін. Сол сияқты мысалы Арман Шаймерден. Мысалы сіздердің компанияларыңыздың аты мысалы білмеймін бір Форкс болса, Форкс деп жазып кетесіз мына жаққа. Солай да. Өздеріңіз жеке брендтеріңізді жазып кетесіздер. Сол өте жақсы көмектеседі мына жерде. Расширение настройкаға кірейік. Бұл жерде я хочу указать аудиторию каждого видео отдельно деп жазып кетсеңіздер болады, бірақ сіздер әр видео шыққан сайын, мысалы сіздердікі шынымен мынандай бір кішкентай балаларға арналмаған болатын болса, видеоңыз кәдімгі үлкен адамдарға болатын болса, нет, мой канал для детей, на нем нет детского контента деп осы жаққа бірден қойып кетсеңіздер болады. Себебі әр видеоның астында я хочу указать аудиторию деп бүйтіп указать етіп отырмас үшін әр видеоңызды. Мына жаққа не показывать потенциально недоступимые слова дейді. Бұл жақта ондай қатты маңызды емес, отключать рекламу на основе интереса, ондай қатты маңызды емес. Енді басында маңызды емес, содан кейінгі енді кейінгілер ғой. Расширенный функция мына жерде мысалы сіздер егер сілтеме қойғыларыңыз келсе, немесе мына жерде значко, яғни обложка қойғыларыңыз келсе, мына жерде сіздер номерлеріңізді подтвердить етулеріңіз керек. Сосын 15 минуттық одан да жоғары видеоларда ұзақ видеоларда салғыңыз келсе де мына жерде өздеріңіздің номерлеріңізді подтвердить етулеріңіз керек. Және прямой эфирға шығу үшін мына жақта сіздер сілтеме қою возможно. Менде мысалы, бірақ мына жерде айтайын, мен сілтеме қоя алмай жатсаңыздар, бірден осы канал аштыңыздар, сілтеме қойылмай кетті. Қорықпай қойыңыздар, сілтеме сіздерге тіпті мына жерге мынау видео верификация дейді, одан өтпей қойсаңыздар да сіздерге сілтеме қойғызады. Просто күту керек, 2 айдай күту керек, 2 айдан кейін сіздерге қойылады. Мысалы менің каналымда қойылады қазір сілтеме. Мен бірақ ешқандай видеодан ешқандай тексерістен өткен жоқпын. Бірақ сіздер мынау номерлеріңізден тексерістен өту керек міндетті түрде. Загрузка видео бұл жерде өте жақсы. Мысалы мына жаққа сіздер описанияға мысалы сіздердің каналдарыңыз не жайында, тайминг дегенде жазып кетсеңіздер, сіздер жаңа видео салған кезде сіздерде автоматты түрде уже YouTube сіздерге шығарып тұрады соны. Мына жерде де сондай, барлық мына жерде доступ по ссылке деп қойып кетсеңіздер дұрыс болады. Теги мысалы бағана айттым, Арман Шаймерден деген сияқты бір брендіңіздің атын жазып кетсеңіз болды. Басқа бұл жақта бір өте қатты керек емес. Мысалы сіздер ютубер болғыңыз келсе, мысалы мен көбінесе мынандай ютубтан ақша табу. Себебі менің мақсат аудиториям көбінесе ютубтан ақша табу деп іздейді да. Ютубтан ақша тапқысы келетін кісілер. Расширенные настройки. На жерде так, разрешить автоматическую разбивку. Мына жақта да енді ондай қатты маңызды емес. Мына жерде комментарийда сіздер разрешить все комментарии деп жазсаңыздар болады. Немесе мына жерде тұра берсін, отправлять потенциально недопустимые комментарии деген сияқты тұра берсін. Мына жақта ешқандай комментарийді отключить етіп керек емес, сіздерге өте зиян тиіп кетеді сіздерге. Неге? Себебі ол хейтерлер болсын, жаман коммент жазатын адамдар болсын, жақсы коммент жазатын адамдар болсын, сіздің видеоңызды яғни продвигать етуге көмектеседі. Сондықтан бұл жақта осы тұра берсін. Разрешение деген жерде бұл жерде сіздер пригласить ете аласыздар. Сіздер бір басқа бір почтаны кіргізіп қойсаңыздар болады. Яғни басқа бір адамды жұмысқа алған кезде осы оның почтасын алып осы неге каналыңызға доступ берсеңіз болады. Келесі мен сіздерге айтарым, ең бірінші енді сіздерге обложканы дұрыстап жасауды үйреніп алуларыңыз керек. Обложканы мысалы қараңыздар, мен сіздерге бір практикамнан өткеннен көрсетейін. Мысалы қараңыздар, тендер, мен тендерге байланысты бір, мысалы тендер қазақша деп іздеп көрейінші. Мысалы қараңыздар, мына жерден шыға ма екен? Мысалы мына канал қараңыздар, Кемелхан Бақытжан деген кісінің. Мысалы қараңыздар, 2800, 1800, 6900 тіпті жинаған. Мен осы 3 видеоны өзім салған. Қараңыздар, мына жерде енді бір андай керемет идеально жасалған деп айта алмаймын обложка, бірақ мына обложкалардан қарағанда әдемірек жасалғанда, әдемірек емес, дұрысырақ жасалған. Қараңыздар, мына жерде мысалы қалай ақшасы көкесі үлкен суммадағы тендерге. Мысалы 20 миллион тендер, мысалы мына қарасаңыздар болады осы. Қалай жасалғанда мысалы қараңыздар. Мысалы қараңыздар, 26 комментарий жазылған,
әлі мысалы 1 күн бұрын жазған, 2 күн бұрын жазған, 3 күн бұрын жазған, бұл YouTube бұны уже яғни рекомендацияға жіберді. Рек дейді ғой, TikTokта сол сияқты рекке жіберді мынаны. Сондықтан мысалы қараңыздар, мынау тіпті 6900 жинаған. Бұл қарап отырсаңыздар узкая ниша, яғни бұны көп просмотр жинау, бұл аз просмотр жинау заңды каналда бұл ше. Бұл жақта көп просмотр керек емес. Соның өзіне қараңыздар, 1 күн бұрын қаншама коммент жазылған. Сондықтан бірінші сіздер превью дұрыс қоюды үйреніңіздер. Превьюді дұрыс қоюды мен өзімнің YouTube курсымда өткіздім. YouTube курс тегін, Телеграмда тұр. Сол курстан біле аласыздар. Так, сол бірінші сіздерде обложка дұрыстау керек, екінші сіздерде, яғни контенттеріңізге көңіл бөлулеріңіз керек, яғни сіздердің контенттеріңізді адам ұзағырақ көре алу керек, ол адам одан эмоция ала алу керек, тезірек сөйлеу керек. Енді мен өзім тез сөйлеймін, менің бір контентім жақсы деп айта алмаймын. Енді контентім жақсы дегенде менің бір беріп жатқан білімдерім, беріп жатқан теорияларым басқа бір YouTube продюсерлердің, YouTube эксперттерден қарағанда кәдімгідей жақсы шығар, бірақ бір идеальный емес, бірақ сонда да мынау контентіңізге көңіл бөлулеріңіз керек. Ең бірінші орында бірақ обложка. Бағана айтқандай мақсатты дұрыстап анықтап алуларыңыз керек. Егер сіздерде монетизациядан бір көмектер керек болатын болса, тағы да басқа бір көмектер керек болатын болса, яғни Google AdSense-ке байланысты мен ол туралы видео шығарған болатын. Бұл видеода айтпай ақ қояйын, бұл видеода бір маңызды нәрсе туралы айтайын сіздер ютуберлерге. Мысалы, басында сіздер YouTube канал ашқан кезде бірде мақсатты анықтап алуларыңыз керек. Ниша таңдайсыздар, сол нишаңызға дұрыс мақсат. Мысалы, менің мақсатым қандай, қараңыздар. Менің мақсатым мысалы күміс кнопка алу емес. Мысалы, бағана превью қойып кеттім, сол сияқты күміс кнопка алу менде мақсат жоқ. Менің мақсатым YouTube'тан алатын мақсатым менің яғни целевая аудитория, яғни мақсатты аудиторияма осы видеоларымды көрінсе, яғни ол 100 просмотр жинасын, 200 просмотр, 50, 20 просмотр жинасын, сол яғни мақсатты аудиторияма шығып тұрса сол видеоларым болды. Менің мақсатым сол. Ол мақсаттан кейін не? Ол мақсат мысалы марафон сату, яғни менің ақылы өзімнің марафондарымды сату, яғни ақша табу, былайша айтқанда мақсатым. Егер сіздің мысалы мақсатыңыз монетизациядан ақша табу болатын болса, сізге керек емес мысалы брендингке, мысалы бас қатырып, мына жерде брендинг деген нәрсе бар ғой, брендингке бас қатырып керек емес. Сіздерге мақсат қатыратын нәрсе обложка дұрыс жасап, яғни контентіңізге. Сіздерге не үшін подписаться етеді адам? Контентіңізге байланысты. Яғни сіз мысалы сіз тарихи канал ашасыз, сіз мысалы тарихтан жақсы білесіз. Сізге адамдар сізден не күтеді? Мысалы, мен тарихты білмеймін. Мен егер сондай канал ашатын болсам, мен 99% мен ол жақтан тастап кетемін ол каналды. Біріншіден, мен тарих туралы білмеймін, ол маған қызық емес болғандықтан тастап кетемін. Екіншіден, мен құнды ақпараттар айта алмаймын. Егер сіз тарихты білсеңіз, сіз көп оқисыз және құнды ақпараттар бере аласыз. Және адамдар да түсінеді, мына құнды ақпараттар бере алады екен дейді да, сіздердің каналдарыңызға тіркеледі өздері. Сондықтан ең бастысы мақсатты анықтап алу. Егер достар менің видеом пайдалы болатын болса және алдағы уақытта тағы пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе осы каналға тіркеліп алыңыз, және сіздер YouTube-ға қызығатын болсаңыздар, жалпы мына видеоларды көріп кетіңіздер, сіздерге пайдалы болады. Содан кейін мен айтып кететінім, курс өтіп жатырмын YouTube-тан, сондықтан сол YouTube курсқа да қатысып кетіңіздер. Ол жақта тағы ақылы марафондар, тағы да басқа марафондарға қатысу мүмкіндігі болады сіздерге. Сондықтан жақсы, сау болыңыздар.